Біз бұл дүниеге құлшылық үшін келдік. Жалғыз бір Аллаға құл болу, соған ғана сүйену үшін келдік. Ихдина сиратал мустақим, бізді тура жолға сал дейміз. Қандай жол ол? Қандай тура жол ол? Сиратал лазина ан'амта алейхим. Сен оларға өзіңнің нығметіңді төккен жол. Алланың нығметі қайсы? Қайсы ол Алланың нығметі? Иә, денсаулық нығмет, мол байлық нығмет, бала шаға нығмет. Азды көпті өмір сүрдіңіз, ол да нығмет. Бірақ ше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан әдемі сөз бар. Міне қазір жігіттер отыр. Талмай, шаршамай дүние іздеумен әлек. Бірақ пайғамбарымыздың сөзі бар. Егер мынау дүние Алланың құзырында бір шыбынның қанатындай қадірлі болса, кәпір адам бір құлтымда су ішпес еді деген екен. Егер сол қадірлі болса, қадірі жоқ болғаннан кейін Құдайды танымайтын қанша адам белшесінен батып жүр дүниеге. Өйткені ол дүниенің Алланың алдында бір тиынға қадірі жоқ. Бір тиынға қадірі жоқ. Адам ол ақша табу үшін келмеді. Ертең өлгенде сол дүниеңізді алып кетпейсіз. Ешкімді анау жерлеген кезде жердің бетінде айырмашылық қылар бай мен кедейдің несі? Қабыры. Бірден білесіз, кедей бейшараның қабыры әшейін жай төмпешік, басында бір ағаш болды. Байдікі үй, зәулім сарай, керек болса басында қарауыл тұрады. Жанына свет өткізіп қояды. Сондайларды да көрдім мен. Иә, біреулер кәдімгі жанына шамшырақ алып келіп, электричествомен свет жандырып, жанына қарауыл қойып қойған. Қарауылға ақша төлеп тұрады. Себебі ана жерге алтын күміс қойған, ананы ұрлап кетпес үшін. Бірақ бауырлар, ол жердің бетінде ғой біз айырмашылық қыламыз. Жердің астында бәріміз бірдейміз. Қазақ атамыз оны баяғыда айтып қойған. Баяғыда айтып қойған. Тірінің бәрі пілдей, өлінің бәрі бірдей дейді. Айтып қойған баяғыда. Тірі кезде бәріміз піл болып жүреміз ғой. Ана гаи тоқтатса, атып түсем, сен мен кім екенін білесің ба? Өтірік дейінші. Піл дейді, бәрі сол жерде әйтеу бір жер тіреп тұр, ананы тастап жіберейін дейді үстіне. Мен ананы тастап жіберсем үстіндегі езіп кетеді деп. Дүниенің бір шетін тіреп тұрым дейді. Жоқ, ол мына дүниеде ол, мына дүниенің есебі ғой. Анау кішкентай бу ғой ұрып тұрған басына. Кішкентай дүние ма, атақ па, мансап па, жаңағыдай әлде бір жерде бір денсаулығы бар ма, жаңа бокс па, бір нәрседен бір жерде тіреп тұр да. Бірақ ол мына жерде. Ана оның астын көрсеңіз, ананың астын көрсеңіз, мықты деген батырдың да, қорқақтың да моласы бірдей қазылады. Кәдімгі қарапайым 4 бұрышты қазып, бір шетіне үйшік қылады, ақ матаға, арзан Қытайдың бір ақ сұрыпына орайда тастай салады, болды. Ешкімді ше, ана Версачидан жасалған, Арманидан, Прадодан мына баулары келген, бір арнайы кебінге кебін демейді. Жоқ. Ондай кебін жоқ. Кебін базардан сатып алып келеді. Метр 180 теңгеден. 20 метр сатып алып келеді да орайда тастай салады. Болды. Бітті. Ана бетіне не салса да, ол салған бетінен ше, сізге бір тиынға пайдасы келмейді астында жатқан адамға. Бір тиынға пайдасы жоқ. Одан гөрі сол үйге кеткен қаражатқа халыққа пайдалы нәрсе істеңіз. Ана кісінің артынан барып тұрсын. Жол салыңыз, көпір салыңыз. Ол қымбат болса, жетім жесірге беріңіз. Беріңіз. Ана кісінің артынан барады. Ал төбесіне жинап қойсаңыз, сол жерде қалады ол. Астына түспейді ол нәрсе. Қанша адамдарды көрдік. Қанша ірілерді көрдік. Мынау менің көкем, әкем, осы кісіге салайық деп 5 этаж қылып тұрғызады ана күмбезді. Бір ауылдарда мешіт жоқ. Ана жерге бір мешіттің кірпіші жай ғана кетіп қала салады. Көрсеңіз. Сондағысы кімдікі, не істеп тұр ол десеңіз, сол жерде тұрады шаң басып. Сол жерде тұрады қар басып.
бірақ астындағыға ешқандай пайдасы жоқ. Біз нығмет берген дегенде Алла қандай нығмет берді білесіз ба? Жер бетіндегі ең үлкен мысалы нығмет ол иман, бауырлар, иман. Өйткені иман жәннаттың кіліті. Мына дүниеде 100 жыл жасайсыз ба, қанша жыл жасайсыз, бәрі өтіп кетеді, зыр етіп өтеді. Артыңызға қарап үлгересіз ба, жоқ па, бір Құдай біледі. Бірақ бұның бәрі өтіп кеткеннен кейін арғы дүние мәңгілік қой. Ар жақ шешет бәр нәрсені. Жәннат па, дозақ па? Міне адамдар қандай қайғыда болады сол күні. Айша анамыз айтады. Пайғамбарымыз қиямет туралы айтып жатқан кезінде, сол қияметте адамдар тыр жалаңаш болып тұрады дегенде Айша анамыз айтады. Я Расулалла, адамдар тыр жалаңаш болып тұрады дегендіңіз не? Еркек, әйел бәрі бір-біріне солай тыр жалаңаш болып тұра ма дегенде, иә дейді. Ай, бұл қалай бұл дегенде, ол күні біреудің біреумен жұмысы болмайды дейді. Рас қой. Мысалы, көз алдыңызға келтіріңізші. Құдай сақтасын. Бір адам дейік дәрігерге кірді. Сөйте дәрігер қолына анализді берді да басын шайқады. Не болды деп еді? 4-ші дәрежелі рак. Біз емдей алмаймыз. Күніңіз қанша күн қалғанда білмеймін. Қош сау болыңыз десе. Анау адам қандай халде болады? Көз алдыңызға келтіріңізші. Дүниеге қызыға ма? Алдына бір сұлу әйел кесе. Қойшы дейді, айналып қоя тұршы, былай тұршы. Алдына баяғыда армандаған крутой машинасын алып келсе, ей, мынау сен жақсы көретін Феррари ғой, мынау Феррари ең. Қоя тұршы дейді, тоқтай тұршы, тоқтай. Оның ойы басқа жақта. Қазір көзінің алдынан бүкіл өмірі өтіп жатыр оны. Зуылдап жатыр. Ол сіздің тіршілігіңізбенен шаруасы жоқ оның. Ол сіздің жаныңызда тұр деген аты болса, мынау денесі тұрған шығар. Бірақ ақылы ол жерде жоқ оның. Ол бүкіл өмірін көріп алып жатыр, тоймай. Анау ше, не істедім, қайтемін, қалай? Ойлаңшы. Адамның алдына жан алатын періште көрінсе, көзіңізге көрінсе, сөйтіп кеттік десе, қолыңда әкел. Болды, уақытың бітті енді. Жүр десе. Сол адам не дейді? Тоқтай тұр, ана жерде бильярд соғып атыр едім, ана жерде бір шарымды соғып алайын дей ма? Жоқ. Әдемі бір тамақ жеп отыр едім, соны тауысып алайын дей ма? Жоқ. Күшті сериал көріп жатыр едім, анау қалай бітетінін көрейін деп едім? Жоқ. Бәрі жоқ. Ол айтатын еді. Я Аллахым, саған бір рет болса да сәжде қылайшы, басымды бір рет болса да тигізейінші деп алар еді. Өйткені сол басын тигізуменен сәждеге оның бүкіл күнәсі төгіліп түседі. Анадан жаңа туылғандай болады. Сол кезді аңсайды. Сол жерді іздейді. Нығмет бергендердің жолы дегені бұл имандылардың жолы деген сөз, бауырлар. Имандылардың жолы. Ол жол ауыр жол. Ол жол тола қиыншылық жол. Жәбірейіл алейхиссалам, енді көп сөз жібергеніме кешірім сұраймын. Жәбірейіл алейхиссаламға Алла тағала айтады: ей Жәбірейіл, мен жәннатты жараттым, көрші дейді. Мен дозақты жараттым, көрші дейді. Екеуін де көрші дейді. Екеуін көріп шығады. Не ойладың дегенде айтады: Аллахым, сенің дозағыңа ешкім кірмейді. Сенің жәннатыңа бәрі кіргісі келеді, шыққысы келмейді дейді. Сонда Алла тағала айтыпты: ондай болса мен жәннаттың жолын кілең қиыншылыққа толтырам. Дозақтың жолын кілең рахатқа толтырам депті. Сөйтіп толтырып қойғаннан кейін енді көрші дейді. Сонда Жебірейіл жәннатты көріп: Раббым, мынау жәннатыңа ешкім түсе алмайтын шығар деген екен. Мынау жәннатыңа ешкім түсе алмайтын шығар дейді, бауырлар. Бұл дүние сынақ. Бұл дүние сынақ. Сіз бен бізді әртүрлі нәрсемен сынайды.
сол сынақтан өткен адам өзінің орнын табады, осы дүниедегі мәнін табады.